Лимон қандай ауруға шалдықсаңыз да көмектесетін жеміс түрі болып саналады. Өйткені оның құрамында дәрумендер, пайдалы элементтер көптеп кездеседі. Тамағыңыз, ішіңіз, тіпті бауырыңыз ауырса да бірден лимонды еске алыңыз. Қазір біз сіздердің назарларыңызға лимонмен емдеуге болатын 7 ауру түрін ұсынатын боламыз. Біріншісі тамақ ауруы, яғни ангина. Тамағыңыз қатты ауырған кезде лимонның жартысын алып қабығымен бірге жеңіз. Ащы болса да, бірақ өте пайдалы болады. Сонымен қатар тамағыңызды шайсаңыз да болады. Ол үшін лимонның 1/3 бөлігін алып, сумен араластырып, тамағыңызды сағат сайын шайып тұрыңыз, немесе күніне 3 рет тамағыңызға жағып тұрыңыз. Және де бронхтың қабынуы, яғни бронхит. Егер бронхтың қабынуына дейін жететін болса, онда 50 грамм үккіштен өткізілген ақжелкекпен 2-3 цитрустық жемістің шырынынан сусын жасаңыз. Кейін соны шай қасықпен күніне бірнеше мәрте тұтынып көріңіз. Алайда артынан ештеңе ішпегеніңіз дұрыс. Сарымсақпен араласқан лимон сізге денсаулығыңызға күшті әсер етеді. Оны дайындау үшін сіз 5 лимон мен 4 сарымсақ бөлігіне 1 литр қайнаған су құйып, қақпағын қатты жауып, 5 тәулік мұздай қараңғы жерде ұстауыңыз керек. Дайын болған соң күніне 3 рет тамақтан 20 минут бұрын шай қасықпен ішіңіз. Және де жүрегіңіз айнысы. Жүрегіңіз айнып, майлы тамақ жегеннен кейін құсқыңыз келетін болса, жарты лимонның шырыны мен жарты шай қасық ас содасын араластырып ішсеңіз, ауруыңыз тез жазылады. Және де тұмау. Тұмау кезінде дәрілік шөптермен және лимонмен шай ішіп көріңіз. Әсіресе жалбыз, қырмызы, шатыраш, қырықбуын, бақа жапырақ секілді шөптермен ішкеніңіз жақсы. Мұндай қоспалар ағзаңыздағы кальций мөлшерін көбейтеді, ал кальций қызуыңыз көтерілгенде керемет көмектеседі. Және де жүрек қан тамырлар жүйесінің ауруы атеросклероз. 1 ас қасық қарағай қылқанына 1 стакан қайнаған су құйып, 30-60 минут суығанын күтесіз. Дайын тұнбаны сүзгіден өткізіп, қабығы ашылған және ұнтақталған жарты лимонмен араластырып, күніне 3 рет тамаққа дейін тұтынасыз. Емделу курсы 15-20 күн. Бауырдың қабынуы, яғни гепатит. Мұндай ауруға шалдыққан жағдайда лимон суы немесе шырынын күн сайын міндетті түрде тұтынуыңыз керек. Ол лимонның қабығын ашып, 2-ге бөліп, үстіне қайнаған су құйып, 12 сағатқа қалдырасыз. Дайын болған соң 1 стаканын аш қарынға ішуді ұмытпаңыз. Және де артериялық қан қысымының төмендеуі, яғни гипотония. Артериялық қан қысымыңыз жиі төмендеген жағдайда 5-6 лимонды ет тартқыштан өткізесіз, яғни мясорубкадан. Дайын болған лимон езбесіне 100 грамм шағыр гүлінің жапырақтарын қосасыз. Бұл дәрілік өсімдікті барлық дәріханадан табуға болады. Ботқаға 1 литр қайнаған салқын су құйып, 36 сағат тоңазытқышқа салып ашытасыз. Содан кейін жарты килограмм бал қосып, барлығын жақсылап араластырып, қайтадан 25 сағатқа тоңазытқышқа қоясыз. Тұнбаны тамақ ішуіңізге жарты сағат қалғанда күніне 4 реттен ішкеніңіз дұрыс. Осылайша 3 апта қайталайтын болсаңыз, ауруыңыздан біржолата айығатын боласыз. Лимонды аталған аурулардың түрлерінің алдын алуға көмектеседі. Ауру айтып келмейді дегенде, бұл жемісті қай жерде жүрсеңіз де өзіңізбен бірге алып жүруге тырысыңыз. Себебі оның пайдасы да өте көп. Ем болсын. Сіздермен бірге болған Гаухар. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.